Әлеуметтік желідегі тренд деген бір бәле болды. Дубайский шоколад, шайым мускат дегендердің бір мезеттік мауықты басуға немесе бір қалауды орындауға пайдасы тисе тиетін шығар. Бірақ дәл осы бала тәрбиесі тұрғысынан кітаптың беретінін бере ала ма? Қазақ тілді кітаптар су тегін қазір. Сол 17 000 теңгеге 4-5 кітап сатып алуға болады. Мәселен, арғы заманнан алашқа дейінгі ұлттық тәрбиенің негізі қамтылған тәрбие танымдары кітабынан 3 данасын сатып аласыз, оның сыртында 2000 теңгелік тағы бір кітап алуға болады. Мұндай трендтер халықтың ақшасын сыпырудың маркетингтік тәсілі ғана. Ал осыған қызмет еткен блогерлерді тарих кешірмесін білмеймін, бірақ тәрбие сапасын көтеруге көк тиын шығармайтын қараулардың дәл осындай жеңіл-желпі дүниеге келгенде жыртылатынына қарным ашады. Баладан, оның тәрбиесінен кәйібі мен кеңірдегін артық көретін әке-шешені ата-ана деуге аузым бармас. Осыған жұмсаған ақшасына кітап сатып алса, бала тәрбиесінің сапасы көтеріледі, өзінің деңгейі жоғарылайды, бала алдында бедел өседі, қыл қысқасы ұшан теңіз пайдаға кенеледі.